сен келерсің. Мен әр қадамыңды аңдып жүрмін, Сыдық. Істеп жүргеніңнің бірі де дұрыс емес. Әуелі екінші әйел, енді Мехенди. Маған бұл мүлде ұнамайды. Саған ұнайма, ұнамайма, маған бәрібір. Бәрібір болмайды, Сыдық мырза. Үндемей отырғаным аузыма құм құйылды деген сөз емес. Кей шындық ұзаққа бармайды, Сыдық мырза. Ол әп-сәтте ашылуы мүмкін. Кей өтіріктер кез келген мезетте шындықтың орнын басады. Сол үшін қайта-қайта ескертем. Зояға айтуға тырыспай-ақ қой. Мен оған ештеңе айтып жүрген жоқпын, Разия. Айтпайсың, бірақ жүріс-тұрысыңнан білінеді. Не деп ойлайсың? Әкелік сүйіспеншілігіңді жүрегіне тығып ұстасаң, қызың оны сезбей қалады деймісің? Өз-өзіңді тежеп үйрен, Сыдық мырза. Ұмыт бәрін. Сен оған жол сілтемейінше, ол әкесімен қауыша алмайды. Ол жолын өзі табады, Разия. Оған көзім жетеді. Зояны іздеп қалай азап шексем, Зоя да дәл солай қиналды. Ол менімен қайта қауышады. Оны ешкім тоқтатпайды. Тіпті сен де. Бұл Мехенди ме? Бүгін Зояның Мехенди рәсім еді. Мұна Мехендиді қолыма кім жақты? Темпо қай жерге жетті? Тездетіңдер. Иә. Ваджид Темпо келе жатыр. Келгенде жүктерді соған тиеңдер. Әзірге осында қой. Жарайды. Анамның бөлмесіне киім салынған сөмкен әкел. Ваджид. Иә? Өтіне мына жүкті ана бұрышқа қойшы. Қазір. Құдайым ау, Джейми. Неткен немқұрайлық. Білем, Джейми. Достығымыздың үзілуіне себеп болдым, бірақ Джейми... Соны түсінгеніңе қуаныштымын. Джейми, маған сенші. Мен өзгердім. Мен сен танитын бұрынғы Танвир емеспін. Мен үйлену тойларыңа барғым келеді. Зояны бояндырып, жасандырғым келеді. Тым болмаса, тойыңда бір рет мені еске алсаң дейм. Үйлену тойларыңа шақырғыларың келмесе, онда жарайды. Бірақ тым болмаса, тойдың қайда өтетінін айтшы. Саған кішігірім сыйлық жіберсем дейм. Болды, шынымды айтсам, сыйды ерекше ықыласпен алдым. Маған сый бергің келді ме? Иә. Онда бір сыйлық жасай аласың. Айтшы, Джейми, не қалайсың? Сен үшін бәрін істеуге дайынмын. Онда тойдан аулақ жүр. Джейми, сен айтсаң да, айтпасаң да, әйтеуір мына нәрсеге көзім жетті. Нуджат маған өтірік айтты.
Анамның бөлмесінен жылы киім салынған сөмкені әкел. Хайдар, абатта жылы киімнің керегі не? Демек үйден тойы суық жерде өтеді. Бірақ қайда? Қайда деймісің? Айтайын ба? Бұл сұрақтың жауабын ешқашан таба алмайсың. Негізі саған таңым бар. Қаншама жағдай болғанына қарамастан білгің келе ме? Қашан түсінер екенсің? Біз сені мүлде жақтырмаймыз. Рас айтам, Танвир, Құдай сақтасын, біз баратын жердің маңына сен түгілі көлеңкең де жоламасын дейміз. Жүрегімізде саған орын жоқ. Дұрыс айтасың, Зоя. Шынымды айтсам, мені жақтырмауыңа қаншама себеп бар. Түсінемісің? Тойларыңның құрметіне сыйлық алғам. Соны жібергім келді. Басқа ниетім жоқ. Тойдың қайда және қашан өтетінін не үшін сұрайым? Шынымды айтсам, мен түбегейлі өзгердім. Мына Мехендиге қара. Есіңе бірдеңе түсті ме? Анау тостағандағы қынаға қышқыл араластырдым. Қышқыл. Танвир, сен мына қынаға қышқыл араластырғансың. Осыдан кейін саған сенгенімді қалайсың ба? Қолымдағы Мехенди, хан мырза екеуіміздің махаббатымыздың дәлелі. Біз мәңгі бақи бірге боламыз. Бұл жолы қанша тырыссаң да, бізді ажырастыра алмайсың. Қолыңнан келмейді, Танвир. Ханым, бірдеңе керек пе? Иә, айран керек. Жақсы, қазір әкелемін. Не боларын білмеймін. Мұны қалай жасайтынымызды да білмеймін. Бар білетінім, не болса да сені бұл жерден алып кетемін. Алысқа. Бүгін түнде қашып кетеміз. Құдайым-ау, бұл қалай болар екен? Әкем мені бақылап отыр ғой. Не болады, қалай болады деп ойлама. Тек дайын бол. Еркіндіктің ауасын жұтуға дайын бол. Хайдар, мені қайда апара жатырсың? Маған көзсіз ілесуге дайынмын дедім. Енді мына сұрағың не? Хайдар, мені қате түсініп тұрсың. Қазірде саған еш шүбәсіз сенем. Тек қатты сескеніп тұрмын. Біреу көріп қойса, басымыз бәлеге қалады. Сен үшін бәріне төзуге дайынмын. Өтінем, уайымдама. Саған түк те болмайды. Жүк көлігін көріп тұрсың ба? Ол Асат ағаң мен Зояның той жабдығын тиеп бара жатыр. Сонымен кетеміз. Біреу көріп қойса ше? Тамаш,
Мен саған не дедім? Қасымда жүрсең, саған ешкімнің зияны тимейді. Қане соңымнан ер. Жарай ма? Кеттік. Бол тез. Жылдам. Ей, Ваджид, бәрін тиеп болдың ба? Я, болдым. Мынау соңғысы. Екеуміз сіздерді қатты сағынамыз. Мен де балам. Өтінем байқап жүріңіз. Бірдеңе керек болса, қоңырау шалыңыз. Иә, сен де ештеңеге алаңдама. Әсіресе күйеу жігітке уайымдау мүлде жараспайды. Әйтпесе жүзіңнен нұр кетеді. Зоя да келді. Көрсетші, Зоя. Тамаша. Мехендидің түсі әжептәуір қанық екен. Мұны сізге бұрын айтпаған шығармын. Бірақ бүгін екеуміз жаңа өмірге қадам басқалы тұрмыз. Сондықтан ақ батаңыз ауадай қажет, әке. Тойларыңда болмауым мүмкін. Бірақ батам әрдайым сенімен бірге. Сөзіме сенбеуің мүмкін. Дегенмен Асат екеуіңе шын жүректен бақыт тілеймін. Некелерің де, алдағы өмірлерің де қуанышқа толы болсын. Рахмет. Тойларыңның ойдағыдай өтетініне сенімдімін. Енді сен қалыңдық атанасың. Қызыл көйлек ажарыңды одан сайын ашады.
қайдан білді? Қалыңдық көйлегімнің қызыл түсті екенін? Әлгі сыйлықтарды сол... Жоқ. Неге олай істесін? Бәлкім біреу-міреу түс жарып айтқан шығар. Сонда әлгі тосын сыйлықтарды кім жіберген? Әпкем жібермеген шығар. Әжемнің айтуынша, әке-шеше қызы ұзатылғанда осындай сый жолдайды екен. Әке! Сізді сағындым, әке, әттен қасымда болсаңыз екен. Не болды? Көзіңізден еріксіз жас ағып тұр ма? Иә, қызыңыз кетіп бара жатыр. Сол үшін жылап тұрсыз ба? Не үшін жылайсыз? Тыңдаңызшы, ол тойдан соң бәрібір осы үйге қайта оралады. Бұл оның төркінінің де, өз жұртының да шаңырағы. Ендеше неге жылайсыз? Өзіңіз тым сезімтал екенсіз. Мынаны алыңыз. Көз жасыңызды сүртіңіз. Ей! Түссеңші. Асат аға мен Зоя осында үйленгел жатыр ма? Иә. Олар осында келсе, той әрине махаббаттың нышаны Тадж-Махалдың алдында өтеді. Енді қайта? Өте берсін. Олар мені қызықтырмайды. Мен үшін сен және сенің ойың маңызды. Хайдар, мен қатты қорқам. Бізді біреу аңдып жүрмесін. Қорқпа. Мұндай екенімізді ешкім білмейді. Жарай ма? Көріскенше, әже, көріскенше, досым. Бұл жаңа өмірлік саяхатымыздың алғашқы қадамы, Фарухи ханым. Дайынсыз ба? Тыңдаңызшы. Сізді жолықтырып, өз-өзімді жоғалттым. Шекарадан сезіммен жол арттым. Тілегім сол, сезім гүлін жықпайық. Жаным, бірге мәңгі көктем құшайық. Сізді тапқан соң, өмірім күрт өзгерді. Сізді тапқан соң, өмірім күрт өзгерді. Қанша тырыссаңыз да, хан мырза, айтыста жеңу қолыңыздан келмеді. Мына есік неге ашық?
Осындасың ба? Хумера қайда? Кетіп қалды. Қайда кетті? Әке, сіз мені де, махаббатымды да түсінесіз деп ойлап едім. Бірақ маған уақытыңыз жоқ. Бүкіл уақытыңызды жаңа жарыңызға бөле бастадыңыз. Мен әркез сізді тыңдадым. Енді жүрегімнің үніне ғана құлақ асам. Мен кеттім, әке. Бір жола кеттім. Хайдармен бірге жаңа өмір бастаймын. Қызыңыз Хумера. Хумера қайда? Мен кеттім, әке. Бір жола кеттім. Хайдармен бірге жаңа өмір бастаймын. Қызыңыз Хумера. Тоқтатыңдар оны. Ол қызымды сорлатады. Тыңдаңызшы, маған сенсеңіз, Хайдардың Хумераны қайда алып кеткенін мен айта алам. Қайда кетті? Қызымды алып қайда кетті? Кесіп айта алмайым. Бірақ түнде ол... Аға, мына жүк көлігін жүргізесіз Иә, бе? ханым. Маған жақсылық жасаңызшы. Аджмер Шариф кесенесіне менің атымнан жамылғы сатып алып, жабыңызшы, өтінем. Ханым, бұл жүк көлігі Аграға аттанады. Аджмер Шариф Агра жолында емес. Агра? Не ойлап тұрсың, Танвир? Түнде не болды? Екеуі қайда кетті? Күзетші түнде үйге кірген, не шыққан ешкім болмады деді. Тек бір жүк көлігі кіріп шыққан. Менің ойымша, Хайдар Хумераны сол көлікпен алып кетті. Қандай жүк көлігі? Айтасың ба, жоқ па? Құдайым-ай, айтуды ұмытып кетіппін. Ол көлікте Зоя мен Асаттың той заттары бар еді. Қателеспесем, Хайдар Хумераны Зоя мен Асат үйден келе жатқан жерге алып кеткен сияқты. Агра. Оны табу үшін сонда баруым керек. Не болды, Асат? Түйме ілінбей тұр. Түймең ілініп тұр. Молда әлі келмеді ме? Қазір келеді. Ол жолда. Жолда ма? Келетін уақыты болды ғой, апа. Асат. Абыржулысың ба? Жоқ. Бәрі жақсы. Рас па? Сенбесең де, түріңнен қатты толқып тұрғаның білініп тұр. Уайымдама, Зоя. Бүгін бәрі ойдағыдай өтеді, көресің. Құдай қаласа, бәрі жақсы өтеді. Дұрыс айтасың. Толқып тұрмын. Әуелі ішіңдегі үрейден арылуың керек. Енді бәрін бір Құдайға тапсыр. Бәрі жақсы болады. Құдай қаласа.
Неткен әдемі. Иә, өте әдемі. Жүр. Тіл көзім тасқа. Неткен ғажап. Бірақ саған жетпейді. Хайдар, мені мақтауды қашан қоясың? Ешқашан. Өмірдің өзі көпір. Қарашы. Ана қақпаға да солай жазып қойыпты. Өмір көпір секілді. Оның үстімен өту керек. Онда мәңгі тұрақтау жоқ. Жолдасым сендей болса, мақсатымның мұратқа жетері анық. Енді екеуің бір-біріңді көре аласыңдар. Не істеу керегін білесің ғой, иә? Әрине, қалыңдықпен күйеу жігіт жетті. Затыңызды қазір қолдарына тапсырамын. Уайымдамаңыз. Сыйлығым Джеммиге найзағайдай. Соққы болып тимейінше. Көңілім көншімейді. Джеммиге.
Құдайға шүкір. Вақтылы жеттім. Тағдыр қызымды ақ бата беріп, ұзатуды жазбапты. Бірақ қалыңдық көйлегімен көруді нәсіп еткен екен. Мырза, сізге орындық әкелейін бе? Жоқ, рахмет. Күйеу жағынан келдіңіз бе? Жоқ. Қалыңдық жағынанмын. Құдай қосқан жұп екен. Айтпақшы, қалыңдыққа кім боп келесіз, түсіне білсең. Қалыңдықпен бұрыннан байланысым бар. Имамды шақырып келейін. Некелесу рәсімін бастасын. Имам мырза. Иә? Рәсімді бастаймыз ба? Иә, Құдай қаласа бастайық. Келіңіз. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Аса рахымды, аса мейірімді Алланың атымен бастаймыз. Рашид Ахмет ханның ұлы Асад Ахмет хан мырза, сіз Зоя Фарухи ханымға, яғни Ғафур Ахмет Сыдықтың қызы. Ділшат Ахмет хан. Егер Зояға мен сенің әкеңмін десең, мен де оған сенің не бүлдіргеніңді жайып салам. Сосын Зояның сүйіспеншілігі қалай әп сәтте өшпенділікке айналатынын өзің ақ көресің, Сыдық мырза. Кешірші мені, қызым. Мен тірі болсам да, сен әлі жетімсің. Мен дәрменсізбін. Кешірші мені, қызым. Зоя Фарухи, Ділшат Ахмет ханның қызы. Құдай алдында неке қию мәхірі 100.001 рупия болып бекітілді. Бұл некені қабыл аласыз ба? Қабыл алам. Құдайға шүкір. Бұл некені қабыл аласыз ба? Қабыл алам. Бұл некені қабыл аласыз ба? Қабыл алам. Зоя Фарухи, Ділшат Ахмет ханның қызы. Некеңіз Рашид Ахмет ханның ұлы Асад Ахмет ханмен
100.000 рупия мәхірге қиылады. Бұл некені қабыл аласыз ба? Айтыңызшы, мына жұлдыздың аты қандай? Зоя. Қабыл алам. Құдай қаласа, бұл некені қабыл аласыз ба? Қабыл алам. Бұл некені қабыл аласыз ба? Қабыл алам. Тамаша, неке қию рәсімі аяқталды. Бүгіннен бастап екеуің ерлі зайыптысыңдар. Әмин. Әмин. Ол сіздің күйеуіңіз, сіз оның әйелісіз. Құдайдан тек мынаны тілейм. Некелерің баянды, ал шаңырақтарың қуанышқа толы болсын. Аға, енді Зоя жеңгеге қалағаныңша қарай берсең болады. Қызанақ. Махаббатты тоқтау таппай тасып едім. Сен үшін есім ауып жігерлендім. Бірақ тілек тіледім шын көңілмен. Ол маған тұтас әлем сыйға берді. Бұған айтар жауабым жоқ, хан мырза. Мен сізден жеңілдім. Бір жола. Фильмді қазақ тіліне аударып дыбыстаған Астана телеарнасы 2025 жыл.